Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ПП тауық етінен жасалатын котлет дайындаймыз. Ингредиенттердің граммын описанияға қалдырып кетемін. Ең алдымен бізге тауықтың еті, мен жарты төс етімен бір сан етін қолдандым. Және сәбіз, пияз қажет. Сәбіздің орнына кабачки қолдансаңыздар да болады, және немесе мүлдем қоспай қойсаңыздар да болады. Ең алдымен пияз бен сәбізді ыңғайлы етіп турап аламын. Бәрін ет тартқыштан өткіземін, фарш жасап аламын. Міне фаршымыз дайын болды. Енді бір шай қасық тұз қосамыз. Сіздер бұрыш қоссаңыздар да болады, тауыққа арналған дәмдеуіш қоссаңыздар да болады. Араластырамыз және ұрғалаймыз. Ұрғалау себебіміз біздің котлеттеріміз өзінің формасын ұстап тұрады. Жұмыртқа қоспай-ақ та формасын ұстап тұрады. Енді котлеттерімізді жасаймыз. Менде үлкен 5 дана шықты. Сіздер кішілеу қылып жасасаңыздар да болады. Енді бетіне мен фольга қойып 200 градуста жарты сағатта пісіріп аламын. Пісіру уақытысы градусы сіздер өз духовкаларыңызға ориентир жасайсыздар. Фольганы бетіне қойып пісіру міндетті емес. Мен котлеттерім ылғалды болып пісін деп фольга жауып пісіремін. Міне пісуге 10 минут қалды. Бетіне қызанақ пен ірімшікті қойып шығамын. Бұлай пісіру міндетті емес. Сіздерге қалай ұнайды, солай өздеріңіз пісіріп жасасаңыздар болады. Бетін фольгамен жауып 10 минутқа духовкаға қойып қоямын. Міне пісті. Ірімшігі еріп, ортасы ылғалды болып тұр. Қараңыздар. Бұл диеталық котлет. Диетада болсаңыз, осылай жасап көріңіз. Жасалу жолы оңай. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Алда талай жақсы рецептермен бөлісіп отырамын.